Сәлем достар, қазір сіздерге Ақниет самса істеуді үйретеді. Осылай начинка салынған қамырды жақсылап бір-біріне жабыстырып алады. Ішіндегі начинкасы түсіп қалмау керек. Жақсылап жабыстырып болғаннан кейін осылай листке қойып аламыз. Сөйтіп жұмыртқаның сарысын жағамыз. Жұмыртқаның сарысы самсамыздың қызыл әдемі болып пісуіне әсер етеді. Осылай әдемілеп жағып аламыз жұмыртқаның сарысын. Бәрін толықтай жағып болғаннан кейін духовкаға салып пісіреміз. Ал мынау біздің дайын болған самсамыз.